Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге осындай нарықта бағасы 8 мыңнан басталып 12 мыңға дейін баратын буш жастықтың осындай ерекше түрін тігіп үйренетін боламыз. Ал мінекей, құрметті көрермендер, бүгін біздің тігетін жастығымыздың схемасы тура осындай болады. Бұл схеманы тігу үшін бізге ең алдымен мата керек. Матаның ұзындығы 160 см, ал ені 60 см болу керек. Міне бәрі парақта көрсетіліп қойған схемада. Бізде және осында екі жиегіне берілетін мата 14 см болады, ал тор көздерге 12 см беріледі. Яғни бұл жерде 6 дана тор көз болу керек. Так, схеманы қалай сызамыз? Бұл схеманы қалай сызу керек? Схеманы сызатын болсақ, схеманың сызылуы түк қиыны жоқ. Мысалға, мынау біздің матамыздың ені деп алайық. Осы парақта тура осылай етіп схеманы аламыз. Содан соң дәл ортасын тауып, бізде мысалы 14 см болса, дәл ортасы 7 см. Ал енді сол дәл ортасынан кішкентай ғана, қанша сантиметр екені белгісіз, енді әркім әртүрлі салады ғой. Кішкентай ғана тура осылай етіп сызық салып аламыз. Біздегі ортаңғы неміз қанша сантиметр еді? 8 см, яғни жанына тағы 4 сантиметрден тастап шығуымыз керек. Мен бұл жерде 4 емес 2 сантиметрден бере салайын. Өйткені бізде қазір не ғой? То есть былай. Мінекей тура осылай етіп сызамыз. Бұл кәдімгі не? Ал енді бізде ортасындағы несі пайда болды. Қалай айтсам болады сіздерге? Шиегі де жоқ, ортаңғы бөлімі пайда болды. Яғни мен ортасын осылай салдық. Ал одан кейін әрі қарай 2 сантиметрден белгілеп, 2 сантиметрден тура осылай етіп белгілеп алуымыз керек. Тура осылай үлкен сызықтан кейін 2 сантиметрден тура осындай алтын нүкте сызып алуымыз керек. Сосын сол нүктелер арқылы біздің схемамыздың салынатын орны болады. Тура осындай. Сонда тура осылай етіп салып шығамыз. Мінекей. Тура осылай етіп саламыз. Ал бер жағына да тура сондай етіп салуымыз керек. Ал мінекей. Содан соң бұның жанынан да осылай сызық. Енді матаны соңына жеткен кезде, матаны тура осылай соңына жеткен кезде жиегіне тура осындай бір кішкене өзіңізге ыңғайлы болу үшін тура осындай сызық салып аласыз. Салмасаңыз да болады, енді өзіңіздің ыңғайыңызға қарай ғой. Бұны салған кезде линейкамен былай да қойып өлшеп кете беруге болады. Яғни мына схеманы салған кезде де, олай қылмасаңыз да болады. Ал енді былай маған үйреніп қалған соң тура осылай етіп өлшеп белгілеп алмастан салып кете беремін. Және мына екінші бетін тор көздерін осындай енінен салған кезде, мына беттегі тор көздерін еніне қараңыздар. Өйткені екі жақ бірдей болмаса, ортасына шығатын тура осындай бір өрнегі болады. Тіккен кезде тура осылай болып қалады ол. Сол өрнек дұрыс шықпай қалады. Ал енді біз салып алдық. Бізде тор көздеріміздің өлшемі бізде 2-ге 2, яғни 2 сантиметрден, ал ортадағы неміз 8 сантиметр болады. Ал жанына қалдырған жиегіміз бізде 14 сантиметр. Мінекей тура осылай етіп 160 сантиметрлік матаны до конца салып шығуымыз керек. Ал енді схемаға келетін болсақ, бізде схема қалай салынады? Схема тура осылай етіп ілініп кете береді. Бір клетка тастап отырасыздар. Әр салған сайын схеманы тура осылай етіп салынады. Ал мінекей тура осылай етіп салынады. Яғни көргендеріңіздей біз қазір сіздермен тура осындай схеманы салып үйрендік. Ендігі кезек бізде схеманы қалай дұрыс қосу керек. Яғни екі матаның, мен мәшет напыс салайын, бізге керек болмайды ғой. Екі матаның басын қалай дұрыс қосу керек. Екі матаның басын қосқан кезде бізде өздеріңіз білесіздер, кейбіреулер дұрыс тікпейді де, схемасы бір түрлі болып шығады. Яғни тіккен кезде өрнегі болмай қалады. Ал бізде сол өрнектің болмай қалуынан сақтану үшін біз дәл қазір былай істейтін боламыз. Яғни қосқан кезде қалай қосу керек. Матаны соңына шейін салып біткен кезде, біз бастаған кезде былай бастадық қой, мысалға, оң жақта ең шетінде бір
өрнек бар да, одан кейін екі клетка бос, одан кейін тағы бір өрнек бар, екі клетканы алатын, иә. Ал соңында жоқ. Ал аяқталған кезде бізде бұған қарама-қарсы болды міне. Клеткада өрнек жоқ, ал бұл клеткада клеткамыз жалғасында өрнек бар. Бұл дегеніміз, яғни матаның соңына келген кезде тура осылай аяқталу керек. Яғни қосылғанда бұл былай қосылу керек қой. Бір сөзбен айтқанда, чтобы жастық идеально шығу үшін, мен мастер салайын енді. Тура осылай қосу керек. Мінекей көріп тұрсыздар. Мына жақта қайталанған схемаларда екі басы қосылған кезде де қайталанып бара жатыр. Яғни біз дұрыс тігіп жатырмыз деген сөз. Яғни екі басын дұрыс біріктіріп алдымыз деген сөз. Тура осылай етіп соңына келген кезде екеуін дұрыс қосқаннан кейін екі матаның басын қосып, машинкамен тігіп шығып, кейін барып аударып, схема арқылы тігіп бастаймыз. Ал мінекей біздің схемамыз тура осындай болды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді схемамен тігіп үйренейік. Бұл жерде біздің схемамыз түк қиын емес. Бізде схемамыз менде осылай басталды. Енді тура осылай етіп тігіп үйренеміз. Ең алдымен тура осындай шетінде тұрған, яғни осы бұрышты көрсетіп тұрған бұрышын алып, бір рет тігіп алып, немесе тікпей ақ келесі бұрышқа алып барып қосамыз. Міне тура осылай етіп қосып, екі басын тігіп қоюымыз керек. Ал енді мен мынандай бұрышын қосып алдым. Ендігі кезек тура осындай үш бұрышты қосатын боламыз. Бізге жақын тұрған осы екен. Енді бұл бұрышты қалай қосу керек? Сызық көрсетіп тұрғандай, астыңғы бұрышты, одан кейін барып төбедегі бұрышты, одан кейін барып тағы да астыңғы бұрышты алуымыз керек. Содан соң қайтадан сол бірінші алған бұрышымызға қайтадан қайтып келеміз де, тура осылай етіп тартып, бізге жақын тұрған матаның ұштарына тағы да үстіп байлап қоя саламыз. Тігіп қоя саламыз деген. Ал енді біздің үшбұрышымызға жақын тұрған сызық осы екен, яғни біз тағы да осы төрт көздің бұрыштарын біріктіріп аламыз. Шетіндегі бұрыштарды қалай қосуды үйрендіңіздер деп ойлаймын. Енді үшбұрышты қосуды да үйрене алдыңыздар деп ойлаймын. Енді тура осылай етіп ары қарай тіге береміз. Мен сияқты қинап отпай өздеріңізді тура осылай етіп байлап қойсаңыздар да болады. Бірақ ол кезде жіптеріңіздің қабаты 5-6 қабат болу керек. Яғни бұрыштарды қатты ұстап тұру керек деген сөз. Көргендеріңізде ең алдымен бір тор көзді ешқандай серігі болмаса, тура осылай етіп біріктіре саламыз. Ал осындай үш бұрышты болатын болса, өздеріңіз көргендей, үш бұрышынан да инені өткізіп, содан соң қайтадан үшінші бұрышына қайтып келіп, байлап немесе тігіп қойсақ болады. Айтатын жайт, сіздер дұрыс тіксеңіздер, мінекей мына үш бұрыштың екеуін тіккен кезде бізде тура осындай шығу керек. Яғни дұрыс тігіп жатқан кезде тура осындай шығады. Ал шеткі бұрыштарын қоссаңыздар, сіздерде тура осындай үш бұрыш шығу керек, мінекей. Яғни сіз дұрыс тігіп жатсыз деген сөз. Сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. Міне тура осылай етіп, басынан аяғына шейін схема бойынша тігіп шығуымыз керек. Ал мінекей дайын.
Ал мінекей құрметті көрермендер, менде теріс қаратқанда тура осылай болып схемамыз тігілді. Көріп тұрғандарыңыздай мен барлық схеманы айналдыра тігіп шықтым. Мінекей міне қосылған жерінде тура осылай қосылады. Сонымен біздің схемамыз дайын. Ал енді оң қаратып, сол жастығымызды тігіп бастайық. Ал мінекей тіккен кезде бұл жердегі менің жібімнің қабаты 4 қабат. Сіздер одан да көп етіп алсаңыздар болады. Ал енді бұл өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай болады. Ал енді жастықты буғанда қалай бууымыз керек? Жастықты буған кезде бізде тура осындай пішіндер шығуы керек. Осы схемадан міне көргендеріңіздей бастары өзі схемаға араласып, тура осындай өздері де пішін беріп тұрады. Сол пішіндердің ұштарын ала отырып, иненің ұшына өткізіп, тура осылай етіп, бір-біріне тізіп шығуымыз керек. Яғни тура осылай етіп, жастықтың басын ендігі кезек тура осылай етіп буамыз. Көбісі ойлап отқан шығар, не үшін бұл бұлай буды, алдын бұлай болмас еді деп. Мен өзім тігіп үйреніп қалған соң, схеманы соңына шейін салмаймын. Яғни жиегіне салынатын схемамыз болады, иә? Вот сол схеманы мен соңына шейін салмағандықтан, тура осылай етіп буып жатырмын. Бұл да дұрыс, ал схемамен тіккеніміз ол да. Ал мінекей тура осылай етіп, тігіп алған соңына шейін бұрыштарын бір-біріне қатты тартып, барынша жібімізді тартып байлап қоямыз. Ал мінекей жібімізді тартып, ортасын істеп алған соң, тура осылай етіп, бұрыштарын қолдарымызбен дұрыстап шығуымыз керек. Яғни бізге керекті бұрыштарды тура осылай етіп дұрыс орналастырамыз. Одан кейін ішіне кішкене толтырып, синтепон салып шығамыз. Және синтепон салғанда айтатын жайт, біздің схемамыздың тігіліп біткен шетінен синтепонның көптігі аспау керек. Өйткені көп салсаңыздар, жастығыңыз доп болып қалады. Сондықтан тура осылай етіп қоя саласыздар. Ал бұдан кейінде тағы да тура осылай етіп, үйреткендей, қайтадан тура осылай етіп көктеп шығамыз. Одан кейін басын қайтадан дұрыстап жиып, яғни айналдыра көктеп алған соң жиып, қатты байлап қоямыз. Ал мінекей соңына келдік. Енді бұл жерінде де барынша қысып тартып байлап қоямыз. Немесе жібіңіздің енді ұзындығына қарай тігіп қойсаңыз да болады. Ал енді артық жіпті кесіп тастап, түймесін қадаймыз. Түймені қадайтын кезде мен уақытты созбай, жапқышын кигізіп тез дайындап алдым. Егер сіздер түйме қадауды білмейтін болсаңыздар, мен описанияға ең оңай жастық деген видеоның ссылкасын қалдырып кетемін. Сол жерде от и до бух жастығының қалай тігілу керек екені үйретілетін болады. Яғни ол жерде сіз түйме қадауды да көре аласыздар.
Ал мінекей, құрметті көрермендер, біздің жастығымыз осымен дайын. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бізді жоғалтып алмас үшін подписка жасауды және кері байланыс беруді ұмытпаңыз.